жылдан бастап Қазақстанда өзін-өзі тану пәнін жаппай енгізу жүзеге асырылуда. Ол білім беру ұйымдары оқу жоспарларының инвариантты бөліміне қосылған. Өзін-өзі тану пәні адамға шынайы бақытқа, өмірлік қанағаттану мен ішкі тыныштыққа жетуге мүмкіндік береді. Мінездің кемелденуін және тұтас үйлесімді тұлғаның дамуын қамтамасыз етеді. Осыған орай бүгінгі қаралатын мәселе сабақтан тыс іс-шаралар арқылы өзін-өзі тану. Ар-ұждан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе байланысты деген Әл-Фараби. Осы даналық сөздің тереңдігіне үңілетін болсақ, адам баласы өзінің таза жүрегіне, бұзылмаған ар-ұжданына бір сәт назар аударса, оның бастауы тәрбиеге деген бейімділік екенін ұғады. Рухани адамгершілік білім берудегі дұрыс әрекетке үйретудің мақсаты рухани адамгершілік құндылықтарға бағытталған, ойы, сөзі, ісі бір жерден шыққанда ғана жетілген мінезі бар адамды қалыптастыру. Оқушылардың бойларына рухани адамгершілік қасиеттерін дұрыс әрекет арқылы сіңіре білуіміз қажет. Рухани адамгершілік сана сезімі оянған адам ғана мәңгі құндылықтарды уақытша құндылықтардан, шынайылықты жалғандықтан ажыратып, бақытты болып, өзгелерді бақытты етеді. Ұстаздың ең негізгі ұстанымы баланың рухани дүниесін түсіне отырып, оның өзіне деген сенімін жоғарылатып, әрқашан жақсы нәрсеге ұмтылдыру. Сондай жақсы істердің бірі сабақтан тыс жұмыстар. Құндылықтарды сабақтан тыс іс-шараларға енгізу мынандай жұмыстар арқылы жүзеге асырылады. Шаттық шеңбері, қайырымдылық акциялары, апталықтар, спорт, драма үйірмелері, пікірталастар, ақындар бұрышы, серуендер, ғылым, спорт күндерін ұйымдастыруға болады. Шаттық шеңберіне нақтылай тоқталып кететін болсақ, шаттық шеңбері мектепішілік тәрбие жұмысының бір түрі. Әр күні осы шаттық шеңберінен бастау мектеп ұжымында жылы достық қарым-қатынас орнатуына ықпал етеді. Шаттық шеңберінде көтерілген мәселе барлық сабақтар мен сабақтан тыс жұмыстарды қамтиды. Ол даналық сөздер, ән айту, өзімен өзі, өлең оқу түрінде жүргізіледі. Ұсынылатын тақырыптар арайлап атсын әр таңым, бабалар тілі даналық үні, сенім менің серігім, жаныңда жүр жақсы адам, осындай тақырыптарда өткізуге болады. Ал қайырымдылық акциясына тоқталатын болсақ, қайырымдылық акциясы мектеп аясында өткізіледі және ұжым мүшелерінің бір-біріне игі ықылас білдіріп, өзара рухани және материалдық көмек көрсетуіне бағытталады. Ол күнкөрісі төмен, көпбалалы және жағдайы жоқ отбасылардан шыққан балаларға, жетім балаларға, ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға тек материалдық қана көмек емес, сонымен қатар рухани қолдау көрсетуді көздейді. Ұсынылатын тақырыптар өзіңді де өзгені де аяла, жаның толған жақсылық, бөлсе жеген ас дәмді, қамқорлық, асыл қасиет деген тақырыптарда ұйымдастыруға болады. Қайырымдылық акциясын жүргізудің алғашқы күндері мектептің сайтында немесе стендтерде хабарлама ілінеді. Кім үшін, не үшін жиналып жатқанымыз туралы хабарланады. Сыныптарға үлестірмелі материалдар таратылып беріледі. Біріншіден, мұндай акцияны бір рет қана жүргізудің еш маңызы болмайды. Қайырымдылық акцияны саналы түрде таңдау жасап, бір-ақ рет жомарт және қайырымды болу мүмкін еместігін терең түсінгеннен кейін қана барып жүргізуге болады. Екіншіден, әр акцияның мәресі болады, яғни қорытындысы болуы қажет. Бұның маңызы өте зор. Спорттық іс-шараларды жүргізудің командамен жұмыс істеу, бірлік және өзара көмек сияқты қасиеттерін дәріптеу үшін жүргізуге болады. Ал оқушылардың ненің жақсы, ненің жаман екенін өздері шешу үшін моралдық аспектілер қамтылатын өзекті мәселелерде пікірсайысты тақырыбын өздері балалар таңдап алғаны дұрыс болады. Драмалық үйірмелерді ұйымдастырудың мақсаты оқушылардың белгілі бір құндылықтар туралы көріністер жазуларын, рөлдерге бөлініп ойнап берулерін ұйымдастыруға болады. Осындай сыныптан тыс іс-шаралардың бірі ойындарды ұйымдастыру. Ойындарды ұйымдастырудағы оқушы өзін еркін ұстауы, басқалармен өзара қарым-қатынасы мен есте сақтау қабілеттерін арттыру бағытында жүргізіледі.
Осы оқушыларға сахналаудың берері, сахналық қойылымдар көрсеткендегі сахналаудың берері өзіндік сенімділік, шығармашылық ойлау, жақсы мен жаманның арасындағы айырмашылықты ажырата білуге үйретеді. Оның бір дәлелі өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша сабақтағы жалпы адамзаттық құндылықтар тақырыбындағы педагогтардың біліктілігін арттыру курстары. Құндылықтар практикасы кезінде өткізілген бағдарламаның негізгі идеялары, сыныптан тыс іс-шаралары тәжірибе жүзінде жүзеге асырылады. Саламатсыздар ма? Мен 11-ші сынып оқушысы Қобыландина Гүлжаухармын. Қазан айында өзіністану пәнінің мұғалімі Жанар Темірхан қызының ұйымдастыруымен Ардақтай Қарияна атты қайырымдылық акциясы өтті. 11-ші сынып оқушыларынан құрылған еріктілер тобы бұл акцияға қалай үлес қосты екен? Сіздердің назарларыңызға сол туралы шағын репортаж ұсынамын. Біз жұмысымызды хабарландыру парақшасын ілумен бастадық. Онда Ардақтай Қарияна атты тақырыбында қамқорлық акциясы өтетіндігі туралы хабарлама жасалды. Барлық мектеп мұғалімдері, қызметкерлері, оқушылары, ата-аналардың атсалысуына үндеу тастадық. Көмекке мұқтаж, қамқорлықты қажет ететін қария туралы білсе, бізге хабарласу сұрадық. Мектеп ұжымынан бізге 4 қария туралы хабар түсті. Біз ақылдастар кеңесін құрып, талқылау жұмысын жасадық, жоспар құрдық. Кеңесіміздің басында Жанар Темірхан қызы «Жақсылық жаса, ол саған қайтып келеді» деген бейнеролик көрсетті. Бұл сюжетті бұрын көрген балалар да бар екен. Бірақ сыныппен бірлесе қараған бөлек екен деп пікірлерін білдірді. Бейнеролик әр сыныптас досыма үлкен ой сала білді. Одан әрі хабарландыру бойынша түскен ақпаратты сараладық. Қарияның үйіне бармас бұрын оқушылар алқасының кеңесінде Жанар Темірхан қызы бізді қауіпсіздік ережесімен таныстырды. Әрі қарай жас келсе іске демекші, әр қайсымызды өзімізге тиесілі жұмысты бөліп алып тазалық жұмысын жасадық. Акциядан соң мектеп фойесінде акция туралы қабырға газет ілінді. Бізді еріктілер жасағындағы оқушыларды мектеп әкімшілігі марапаттады. Біз қарияларға үнемі қамқор боламыз. Бұндай жұмыстар арқылы әрбір оқушы бойында мейірім мен адамгершілік, әділдік, адалдық, қамқорлық сияқты қасиеттерді дамытуға болады. Мектептің тәрбиелік жүйесі оқушы тұлғасын тәрбиелеу үшін құрылады және ізгілік бағытта болуы тиіс. Ол балаларға тек сабақ, мұғалімдер, оқулықтар, үй тапсырмалары арқылы ықпалын тигізіп қоймай, сонымен қатар қоршаған ортамен үздіксіз байланыс арқылы оқушылар, сынып жетекшілері, ата-аналар арасындағы құрылатын құндылықтық қатынастар арқылы мектептегі ересек адамдар мен балаларды біріктіретін психологиялық ахуал мен дәстүрлер арқылы әсерін тигізеді. Тәрбие үдерісі тұтас динамикалық жүйе. Оның негізгі факторы тұлға. Педагогтардың пікірі бойынша адамды тәрбиелеуде адамгершілік және моральдық ақиқатты жай түсініп қана қоймай, сонымен бірге оның әр адамның өмірлік мақсатына, өзіндік ұмтылысы мен жеке бағытының нысанына айналуына ықпал етуі маңызды. Тәрбиелік іс-шара біртұтас білім беруді сипаттайды. Бір-бірімен байланысты, бірыңғай кешенді, тәрбиелік бағытында материалдық және рухани шарттары мен олардың талаптарына жауап беретін түрлі әсерлердің жиынтығы. Сабақтан тыс іс-шаралар шығармашылық және ұжымдық сипатта ұйымдастырылуы тиіс. Сонда ғана бұл жұмыс оқушылардың жоғарғы рухани адамгершілік табиғатын ашып, тәрбие мақсатын жүзеге асуына ықпалын тигізеді. Әр күндеріңізге сәттілік тілеймін.